Ассалаумағалейкум достар, қалдарың қалай? Бүгін осындай логотипті көріп қалдым Pinterest'тен. Енді осы логотипті қалай жасағанын жасап көріп үйренейік. Осы круг жасап аламыз. Қалыңдығын көбейтеміз осылай. Заливкасын өшіріп тастаймыз и осылай басып қоямыз. Бұны объект разобрать дейміз, окей дейміз. Осылай аут кнопкасы сап тұрып көшіреміз. Осылай айналдырып қоямыз. Ctrl-G дейміз, Ctrl-S, Ctrl-F дейміз де айналдырамыз. Көріңіздер, аралары сәл ашық болып тұр. Мынаны өшіріп тастаймыз да, Ctrl-S, Ctrl-V дейміз де айналдырамыз. Мінекей достар, осымен логотип дайын болды. Сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Логотип керек болса, маған жазыңыздар. Ақылы түрде жасап беремін.